Құрметті оқушылар, бүгін біздің қазақ әдебиет сабағында менің атым Қожа шығармасын бәріміз оқыдық, иә? Ол уже бірнеше рет бізде менің атым Қожа сабағын бөлімге бөліп бірнеше рет өткен болатынбыз. Солай емес пе, иә? Оның бойындағы, Қожаның бойындағы жақсы қасиеттерін, жаман әдеттерін бірнеше рет талқылағанбыз. Енді бүгін осы соңғы біздің сабағымыз, ол менің атым Қожаның сабағы бойынша сабағымыздың тақырыбы 21-ші ғасырдың қожасы деп аталады. Түсінікті ғой, иә? Сендердің өткендерің қай ғасырдың қожасы? Нешінші ғасырдың қожасы? 20-шы ғасырдың қожасы, иә? Ал қазір 21-ші ғасыр. Бірақ бала болғаннан кейін баланың бойындағы кейбір тентектіктер ол қалмайды. 20-шы ғасырда да 21-ші ғасыр. Бірақ соны салыстырайық. Әр заманның қожаларын салыстырып, бүгін пысықтап соңғы қорытынды сабағымыз болады. Енді бүгінгі біздің сабағымыздың мақсаты көктем шығармадағы кейіпкерлердің портретін іс-әрекеті арқылы олардың образын ашу. Бұл бірінші сабақ мақсатымыз. Екінші, шығармадағы автордың бейнесін анықтау. Үшіншісі, кейіпкерлердің іс-әрекеті шынайы өмірмен байланыстырып отырып, сыни хабарлама жазу. Сыни хабарламаның алдында біз өткен болатынбыз, иә? Енді қазір бірінші топқа бөлініп алайық. Мен сіздердің WhatsApp топтарыңа алдына 3 түс жіберген. Сол 3 түс бойынша қазір тездетіп отырғанды топқа бөлініп. Топқа бөлінейік кәні. Топтарын отырып, алып WhatsApp-тарына сөз көрсін. Сынға тек көгі. Тездетеміз. Яғни балалар қарайық бұны. Бірінші топтың аты адалдық. Екінші топтың аты достық деп аталады. Үшінші топтың аты арман деп аталады. Адалдық, достық, арман. Енді қараңдаршы, мен неге осы тақырыпты, осы бүгінгі сендерді осы топқа бөліп отырмын? Неге бұның атын мен тұлпар деп қойған жоқпын, мақсат деп қойған жоқпын? Неге мен адалдық, достық, арман деген тақырыпты таңдап отырмын топты? Қалай ойлайсыздар? Кім айтады осыны маған? Неге мен осылай қойдым мен? Неге адалдық деп қойдым, неге арман деп қойдым мен? Себебі осы шығарманың адалдығы, достықты бағалайтындығы, шындықты жақсы көретіндігі, арманды білгендігі. Енді қараңдаршы, осы арман деп атырмыз, иә? Оның арманын осы шығармада, оның арман туралы қай жерден оқыдық біз? Қай жерден осы арман туралы оқыдық? Кітаптан. Жоқ, сонда не деп айтады онда? Оның арманы туралы не дейді? Қол көтеріп айтыңыз, қол көтеріп. Айта бер. Қожа космонавт болғым келді дейді. Оның арманы өте биік. Яғни ол космонавт болған еді. Тағы кім болды армандайды ол? Жазушы болды армандайды, иә? Осы екі арманның өзі қай заманда болмаса, бұл үлкен баланың арманының биіктігін көрсетіп тұр, иә? Енді қазір бүгін біз енді алдыңғы сабақтарға ой жүгіртіп, жаңағы білгенімізді, түйгенімізді пысықтау үшін мынадай әдіс бойынша ортаға шығамыз. Екі шындық, бір жалған деген әдіс бойынша қазір шеңбер құрып, сол шеңберде осы оқыған шығармаларымыз бойынша екі шындық айтамыз, бір жалған ақпарат айтамыз. Ол бала айтып тұрады, қалған балалар анықтайды, қайсысы шындық екен, қайсысы жалған екен. Қазір ортаға шығыңдар, мына жерде. Араларын ашылып, көрініп тұрып тұрсын. Енді қарандай алып бақыт маған ғайзыға тұрған кәдім. Ал ғайзыз басашы кәдім. Өзі осы киносын көрсіп біз оның, одан бөліп кітаптан оқыдық. Қаншамат талқыладық. Бұл жердегі сендердің балалар, бұл жерде мен бағалаймын. Нені бағалаймын? Бұл жерде мен осы сендердің айтқан ақпараттар ішінде қарапайым емес, неғұрлым күрделілеу, оқушылық сендердің өздерің есінде қалмайды-ау деген бір өзіндік мәні маңызы бар ақпарат айтасыңдар. Жарай ма? Ал жаңа айыз бастайық. Қожаның сыныбында Абай Құнанбаевтың суреті тұрған. Қожаның сыныбында Абай Құнанбаевтың суреті тұрған дейді. Жалған? Кім шындық деп жатыр? Жалған ба? Өзің айтады. Бұл жалған, себебі Қожаның сыныбында Александр Сергеевич Пушкин Гогольдердің суреті тұрған. Жақсы, рахмет. Келесі ақпарат. Өзің айтады, келесі ақпаратын. Қожа Жаннарды жақсы көрген. Шындық. Жақсы, ағай. Қожаның тәртібі жаман болғандықтан оны сыныптан шығарып жіберген. Шындық, дұрыс. Келесі. Қожаның әкесі қайтыс болды. Шындық, Қожаның үлгерімі жақсы. Қожаның тәртібі
жалған, иә, қожаның өзі, осы шығарманың арқауына себеп болуының өзі, қожаның бар мәселе тәртібінде болды ғой, иә? Келесі кім? Әлихан бе де? Қалкен. Қожа фамилиясын Қадырұлы деп алдында жазған. Шындық па? Шындық, иә, аға. Қожаны жандас қара көже деп атаған. Шындық. Есінде болмаса ағай кім айта бер. Қожам бұзауды жанардың алмасына әдейі айтады. Шындық. Қожа мен сұлтан алдап кеткен қымызы мен етін жеп ішіп қойған баланың аты сұлтан. Дәулет. Шындық па жалған? Шындық. Өзің айтшы, дәулет шындық, иә? Қандаш, бұл дәулет деген мына күшті сұрақ қойыпты, күшті ақпарат айтты, өйткені дәулет деген бала бұл шығармада көп кездеспейді. Бірақ бұл жерде дәулет деген баланың осы туралы эпизод арқылы біз отбасылық тәрбие, баланың ана кейін кісілерді күтіп алады ғой, етін беріп, қымызын беріп. Осы дәулеттің аты қазір тренд болып кетті осы неде. Ет жейсіңдер ме деген сөз, иә? Сол осы дәулеттің сөзі. Ары қарай. Сұлтан қожаны күрестен жеңіп кеткен. Жалған. Кім жеңді сонда шында? Қожа жеңеді, иә? Ары қарай. Қожа өзіне жаман балаға сөздерді басқаға айтпауға уәде берді. Шындық. Тарихтан беретін Рахманов ағай қожаның әкесін жақсы таниды. Шындық. Қожаның әкесі Сайбек қартқа қарыздар болған. Сайбек қартқа қарыздар болған. Жалған. Шындығында қалай? Ол керісінше Сайбек қарт қожаның әкесіне қарыздар болған. Не үшін қарыздар болған? Атын өлтіріп алады, иә? Атын өлтіріп алады, сонда қожаның әкесі айтады, сіз өзіңіз адам болсаңыз, аман болсаңыз болды. Ат деген ол жануар ғой. Бірақ сіздің өзіңіз аман қалғаныңыз керек деп, сол нені қожаға керемет қылып айтады, иә? Келесі? Қожаның сынында екі қожа оқиды. Шындық. Қытай деген елде бала өз атын өзі қояды. 5-6 жасқа дейін шаттанатаумен атап кеткен. Баланың есі келген соң бала өз атын өзі таңдап алады. Шындық. Қожа өз еркімен қожа лагерьге өз еркімен барғысы келмеді. Жалған. Олар барғысы келді, иә? Олар тәртібін төмендеп жібермей қойды. Дұрыс, ары қарай. Қожа жанармен шөп шабуға барғысы келді. Жанармен шөп шабуға барғысы келді. Шындық. Қожа туралы Майқанова апай түбінде адам болатын бала деп баға берді. Шындық. Қожаның әкесі аты Қарадай. Жалған. Әкесінің аты кім? Қадыр. Дұрыс, келесі. Қожаның шынаты қожа берген. Шындық. Қожаның шашы қатты. Шындық, иә? Қожаның әкесінің аты Дәулет. Жалған. Келесі. Сұлтан қожаға темекі тартуға үйреткен. Шындық. Бақ алып жүргенде олардың аты қашып кетті. Шындық. Қожа апайдың сөмкесіне тышқан салып жүрген. Жалған. Не салып жүрді бұл орында? Бақа. Дұрыс, кім пайда бар? Қожаның мамасының аты Миле. Қалай? Шындық. Шындық, иә? Шындық қой ол, миллиард қояды, иә? Келесі, қарай. Қожа мұғалім сөмкесіне бақа салып тауып қалсын деді. Жалған. Не үшін салды оны? Қызық болған. Жақсы, Қожа өскен кезде жазушы болам деп армандады. Жалған. Шындық, иә? Келесі. Кеңес одағын менің атым Қожа фильмінің Кеңес одағы кезінде балаларға көруге тыйым салынды. Жалған. Қожаның досы Сұлтан рөлін атқарған актер кейін кәсіби кино өнерінен алыстап, басқа кәсіпке айналысқан. Шындық. Менің атым Қожа фильмінің Қожаның